Қазақ әйелі жыласа, мен қосыла жылаймын. Қазақ әйелі күлсе, мен өзімді бақытты сезінемін. Автор. 90-шы жылдардың орта кезі. Университетте бірге оқыған досым Гүлнар мен ойда жоқта Алматыда кездесіп қалдық. Өзім орналасқан қонақ үйге келіп, рестораннан тамақ ішіп, одан бөлге келіп шай іштік. Бұдан 20 жылдан астам бұрынғы студент кездегі бастан кешкен оқиғаларды еске түсірдік. Бір-бірімізге, есіңде ме, анау жігіт ше? Ол қыз қайда? Деп жарыса әңгіме бастап, таласа айтып, жас балаларға айналғанбыз. Сол жас кездегідей бейқам, таза, алаңсыз күлкіден сақ-сақ күлеміз. Бір кезде Гүлнар: «Күләш, сен Қасым туралы сұрамадың ғой», деді. «Иә, өзім де сұрайын деп отыр едім», деп күмілжіп ыңғайсызданып қалдым. «Ол ылғи сені сұрап жүреді. Тек менен ғана емес, бір факультетте оқыған сені білетіндердің бәрінен сұрайды екен. Күйеуге тиді ме, жағдайы қалай, неше баласы бар деп». Өзінің жағдайы қалай екен? Ол біз туралы аз да болса хабарын барын жасырғанды білді. Ол қазір үлкен басшы, 3 баласы бар, материалдық жағдайын жақсы жасаған, бірақ ол бақытсыз, деді. Гүлнар: «Байқаймын, сары қарын әйел болса да, жас кезіндегідей мәймен көлемей кесіп, тік сөйлейтін мінезін әл таймағанын білдім. Қойш, қайдағын айтпай. Өзі әдемі, өзі әнші сұлу келіншегі, бала шағасы, абыройы, қызметі болса, одан басқа не керек?» «Жоқ, олай еместігіне көзім анық жетеді. Сол кездегі сенің жақын дос қызың болғаннан соң ба, әлі де маған іш тартып сырын айтады. Әйелімен сөзге келіп қалса, ол әйел әлі күнге дейін сенен қызғанып: «Иә, Күләш махаббатың есіңе түсіп отыр ма? Соны ойлап күйзеліп отырсың ба? Сенің Күләшіңдей қайдан болайық?» дейді екен. Әйелінің кезекті мүжуінен кейін болса керек, бір рет Қасым кеңсеме келіп, әңгіме үстінде тауыса сөйлеп: «Күләштай әйелдер некен саяқ, екеу болса біреу, біреу болса өзі ғой», деген. Деп Күләш Қасым туралы әңгімесін бастап кетті. Гүлнардың әңгімесінен көп нәрсеге қаныттым. Мекен жай, телефонымызды жазып алып, енді хабарласып тұратын болдық. Кешке тойға барады екен. Сондықтан оны таксиге шығарып салып бөлмеге келдім. Сигарет тұтатып креслоға жайғастым. Түтінді баппен сақиналап шығарып, ой теңізіне шомдым. «Қайран Қасым, сенің бейнеңмен сырласқым келеді. Сен сүйем деген бір ауыз сөз айтпастан ақ үлкен жүрекпен сүю дегеннің не екенін маған ұқтырғаныңды білесің бе? Өздері сүйе алған және сүйікті болған адамдар қандай бақытты. Сен мен туралы мені менсінбей ет деп ойладың, ал шындық басқа да еді. Ол шындықтың кейде уақытында айтылмай ашылмай қалатыны өкінішті-ақ. Мен өмірде кездестірген жігіттер мен еркектерді сенің бейнеңмен салыстырып, сенің болмысыңмен өлшейтінімді білесің бе? Біреуіне қарап, Қасымның тырнағына да тұрмайды екен десем, біреуіне қарап, Қасымның мінезі секілді екен деймін. Сенің бейнең мен үшін еркектердің азаматтылығының, үлкен жүректілігінің, мәрттігінің, ер мінезділігімен, әділдігінің, сүйіспеншілігімен, тұрақтылығының, тағы да басқа өзге жақсы қасиеттерінің өлшемі секілді. Есіңде ме, Қасым, мен сенімен алғашқы рет жатақхана жанындағы стол теннис алаңында таныстым. Теннис ракетасын дұрыс ұстай да білмейтін қызды оңай жеңіп, келесі қарсыласыма көз салсам, бәкене бойлы, толықша келген, кең иықты, көздері сықсиып қалған, беті жылтырап тұрған қара жігіт екен. Бұл жігітке тәкаппарлау көз тастап, іштей бұған подачаны теннис столының екі жағынан кезек беріп, арсылдатып жүгіріп қойсам, тез жеңіске жетемін деп ойладым. Бірақ ол ойым іске аспады. Қасым ширақ қимылдап, өзін еркін ұстап ойнады. Кезекте тұрғанда менің ойнау тәсілімді біліп алған ба, қулығымды тез түсініп, ол да қарсы қулыққа көшті. Бірде теннис шарын ортадан тордан сәл асыра беріп алға жүгіртсе, бірде столға әрең ілінердей шетіне тастап, мені кейін жүгіртуге мәжбүрледі. Ал бірде әурелеп жоғарыдан тастаса, бірде қатты екпінмен, көзілеспес жылдамдықпен өте төмен береді. Ондай подачаны алу мен үшін қиынның қиыны. Мәреге екеуміз қатарласа келдік. Ойын соңына қарай Қасымның әдейі сылбыр ойнай бастағанын байқадым. Сәл үстемдікпен мен жеңіске жеткенмен, Қасымның бұл ойыннан менен үстемдігін көрсетіп барып, әдейі жеңілгенін сезіп, ызадан жарылардай болып намыстанып кеттім.
Ішімнен бұл жерге жиірек келіп шеберлігімді шыңдап, қалайда бұл жігітті таза жеңетіндей болуым керек деп шештім. Неге екені белгісіз, онымен таныспай жатып кездесуден қашып жүретін болдым. Кездесіп қалғанда асығыс түр көрсетіп тез кетуге асықтым. Бірақ бір жатақханада тұрған соң және менімен бірге тұратын қызылордалық Гүлнардың жерлесі әрі менен бір курс жоғары оқитыны болмаса, бір факультеттен болғандықтан жиі кездесіп қалып жүрдік. Менің ол кезде 2 жылдай Маратпен кездесіп оқуды бітіргесін, үйленетін болып шешіп, болашаққа бірге жоспарлар құрып жүрген кезіміз еді. Өзі әзілкеш, ұзын бойлы, бұйра шашты, гитара және домбырамен өлең айтатын Маратты дүниедегі жалғыз еркек деп ойлайтынмын. Басқа жігіттерге көзде салмайтынмын. Жатақханадағы тәртіпті бақылайтын студенттер кеңесінің мүшесі болғандықтан ара-тұра кезекші студенттердің жұмысын бақылайтын Қасым менің уәделескен жігітім барын біле тұра, кейде сені вахтада Марат шақырып тұр деп айтып жүріп, мені жақсы көретінін білдіруге тырысты. Әйтеуір онысын әрбір ісі дәлелдеп тұрса да, көңіл аудармаға тырыстым. Сүйем күйем ғашықпын деп оп-оңай айта салып өлең жазып, сенсіз өмірім қараң деп жүріп, 1-2 айдан кейін-ақ басқа қыздарды қолтықтап жүргендерде емес, оның сөзімі ерекше, таза, шуақты, біркелкі айтылған әуезді ән секілдеді. Бірақ онысын жүрегім бос болмағандықтан елемедім. Сессияда бір сабақтан 3 деген баға алсаң, стипендия берілмейді. Бірде француз тілінен 3 алып стипендияға ілікпедім. Өзім кінәлімін. Бір күні Гүлнар, сенің отбасың туралы анықтамаң қайда деп сұрағанда, әншейін жатқан пайдаға аспаған қағазды не істейсің деп сұрамастан бере салғанмын. 1 айдан кейін маған стипендия беріле бастады. Университет кәсіподағы басшылығының мүшесі болып саналатын Қасым көп балалы үйден жақсы оқиды. Университеттегі спорт пен өнерпаздар үйірмесінің белсенді мүшесі деп көмектесіпті. Өткендегі анықтаманы Гүлнардан сол үшін сұратқан екен. Қайда барсам да Қасымның маған білдірмей жасайтын қамқорлығы алдымнан шыға берді. Бірде онымен Алатауды тамашалауға шыққаным есімде. Тауға шығуға шақырғанда бармайым деп бас тартып едім. Қасым, Күләш тауға барғанда не тұр? Мен осы жерде 4 жыл оқып жатсам да әлі тауға шықпаппын. Оны сенімен бірге тамашалағым келеді, деді. Іштей барғым келіп тұрса да сыпайы рахметімді айттым. Соңынан Гүлнар арқылы үгіттеуге көшкенде Қасым менің жігітім бар екенін біледі. Мені шақырып қайтеді. Оны да жақсы көретін қыздар толып жатыр емес пе? Әрі Марат та жерлестері арқылы білсе не ойлайды дегем. Гүлнар сөзімді бөліп, сен тыңда, біріншіден Маратың шақырса 2-3 жылдан бері қайда қалды? Екіншіден, тауды көріп тамашалап қайтқанда не тұр? Үшіншіден, Қасым сенің жеп қояды дейсің бе? Сенің еркіңсіз ол қолыңнан да ұстамайды. Сенімді жігіт. Төртіншіден, Маратты Қасымнан жоғары қоятын сен соқырсың. Қасымдай жігіт маған сөз айтса, көзімді жұмып, қазір-ақ жердің түбіне болса да кетер едім. Бесіншіден, болды, тақылдап кеттің ғой. Ендеше оған Күләш емес, мені шақыр деп айтпайсың ба? Екеуміз әбден салғыласып, оның ақыры менде жинси жоқ, тауға киюге жинсиіңді бер деуіммен бітті. Тауға 3 қыз, 3 жігіт болып шықтық. Таудағы қызықты айтпаңыз. Тауға бірінші шығуым. Батыстың көз ұшында сағымнан басқа көзге ілігер ештеңесі жоқ. Шөлді жазық даласында өскен мен үшін тау арасы жұмақты бақтардай көрінді. Рауға шеп әртүрлі гүлдер тердік. Кейбірін бірінші рет көріп тұрмын. Жас баладай мәз болып көбелекте қуып, Алатау кейбір таулардай жалаңаш емес, қалың шөпке бай екен. Олардың арасында тұрған адамды байқамайда қаласың. Қасым маған сүйетіндігін айтатын шығар десем, жоқ, ол түгілі не сезім, не қыз бен жігіт туралы да ештеңе айтпады. Қасымыздағы 2 жігіт пен 2 қыз үйленуге сөз байласып жүргендер болса керек. Жеке-жеке палаткаларға кетіп, Қасым екеуміз бір палаткада оңаша қалғанда қатты ыңғайсыздандым. Бекер келген екем деп едім, қыздар мен жігіттер бөлек жатпаймыз ба? Олар қайда кетті деген сұрағыма от жағып отырған Қасым, Күләш, алаңсыз ұйықтай бер, мен сенің ұйқыңды күзетемін деді. Әңгімемен көп отырдық. Өмір мен өлер туралы әртүрлі әдеби сондай ұйықтамастан көзім ілініп кетіпті. Қасыма
қайырлы түн тілеп палаткаға ұйықтауға кеткенімде сөмкемнен на всякий случайға салып жүретін аңшы пышағын алып жастығымның астына қойдым. Таңертең ұйқыдан оянғанда шашымды сипап отырған Қасымның жанға жайлы жылы алақанын сездім. Менің оянғанымды көріп байқап қалмасын дегендей дереу алақанын тартып алды. Таудан оралғанда мен Қасымды қадірлей бастағанымды байқадым. Бірақ сыйлау сүю емес қой. Сессия бітіп 2 ай жазғы демалыста болып келдік. Жатақханадан орналасып әнемді дегенше 2 апта өтіп кетіпті. Мараттың ауылдан келетін уақыты болса да маған әлі келген жоқ. Бір хабарын білейін деп Сықидың жатақханасына келгенмін. Неге екені белгісіз. Ол жолдастарымен пәтерге шығып кетіпті. Курстастары арқылы қысқаша хат жазып жібердім. Содан 2-3 күн өткен соң Нұрлан деген пәтерде бірге жататын досы келді. Мәкеңнің жағдайы насар, мотоциклдан құлап мүгедек болып қалған, саған сәлем айтты, бақытын тапсын, мендей мүгедекті қайтет деді. Бөлмедегі қыздардың ортасында рахаттанып шай ішіп, Гүлнардың бабына келтіріп пісірген палауын ауызға ала берген Нұрланға: "Тұр, кеттік, мені Маратқа алып бар, мен жаңа пәтерлеріңнің қайда екенін білмеймін ғой" дедім. Одан Марат туралы бас салып, өзім сұрауға бата алмағанмын. Ойнап айтам, аяғын сәл жүріп кеткен, сабаққа таяқ ұстап барып жүр. Гүлнардың палауын жеп, қыздардың қолынан шай ішіп алайық та, 2-3 айдан бері көріп отырғанымыз осы, әзілдейім деп бәлеге қалдым ғой, деп ыржыңдады Нұрлан. 3 жігіттің жалдаған пәтерлері қаланың шет жағында едәуір алыста екен. Келсек, Марат шынында төсекте жатыр. Жүдеп кеткен дәрі-дәрмектің иісі бөлмені алады. Мүгедек болып қалған өтірік, бірақ әжептәуір ауыр күтім керек екен. Сол күннен бастап сабақтан кейін Мараттың қасында боламын. Лекция болса бармай, дереу Мараттардың пәтеріне тартамын. Оның киімдерін жуып, 3 жігітке тамақ істеймін, пәтерлерін тазалаймын. Әйтеуір қолымнан келгенде аянып қалған жоқпын. Ол менің болашақ жұбайым, болашақ күйеуім. Жасында қиындық түскенде көмектесіп, демеу болу менің міндетім деп ұқтым. Оның төсектен тезірек тұрып кетуіне күш салдым. Мараттың жағдайы түзеле бастады. Бірде жексенбі күні тамағын істеп қайтқалы жатқанымда Марат: "Жігіттер қала маңындағы ауылға тойға кетті. Қасымда отыра тұршы, жігіттер келгеннен соң апарып тастайды" деді. Түннің бір уағы болды, жігіттер келмеді. Қала шеті, такси шақыратын телефон жоқ еді. Сонымен мен Мараттың қасында пәтерде қалатын болдым. Онда тұрған не бар? Тауда бөтен жігітпен де қондым емес пе деп ойладым. Мараттың аяғының дәкесін ауыстырып, тамағын беріп, Қасыма жатшы дегеніне қарамай, 2-ші бөлмеге келіп, төсекке киімшең қисайдым. Қатты ұйықтап кеткен екенмін. Түннің бір уағында үстіме құлаған біреуден шошып ояндым. Мені тұншықтыра сүйіп, киімдерімді жұлқылап шешіп жатыр. Жанұшыра айқайлап, қарсыласып жүріп, жарықты жақтым. "Марат, сен бе? Мұның не?" "Менің сенімен болғым келеді. Соңғы курста үйленеміз деп едік қой. Мен сенің есігіңді адал, ақ киімде аттағым келеді. Мені сүйетінің шын болса маған тиме. Мен сені сүйем, Марат, бірақ сенің адал ақтағың маған мен үшін керек. Бәрібір үйленеміз ғой. Бүгін пәктіңді маған сыйла. Қасымдағы 2 жігіттің де бірде жататын қыздары бар. Тек мен ғана сенің көңіліңе қарап әрең шыдап жүрмін. Сені құшақтап сүйіп тұрғанда маған шыдау оңай деймісің? Жоқ, мен кетемін. Түннен қорықпаймын. Сумкамда пышағым бар" деп сумкамды іздей бастап едім. Ол: "Сәл тыңдашы, күләш" деп осы күнге дейін маған беймәлім болып келген еркектердің табиғаты мен ақылдарына көнбейтін қиын жағдайлар туралы үзіп жарып айта бастады. Оның бірінде құлағыма ілместен есіктен шығып бара жатыр едім. Марат тоқтатып көзіме үңіліп: "Күләш, не сен мені сүймейсің, не сен қыз емессің" деді. Түсі де бұзылып кеткен, бір қайтпас шешімге келген көрініп тұр. Мен кетсем оны мәңгіге жоғалтатынымды сезіп сылқ ете түстім. Сөйтіп, әрі етегімді ашпаған қыз едім, оны да Маратқа сыйладым. Сол жерден алғаш Марат мені 2 күн бойы жібермеді. Алғашқы сәтте-ақ тұра қашқым келген, Марат жібермегені өз алдына тіпті басымды көтеруге шамам келмей, денемді билей алмадым. Еркек пен әйелдің төсекте табысуы махаббаттың соңғы нүктесі ме? Мөлдір махаббат деген сезім осы ме деймін. Кітап пен киноларда төсек қатынас деген 2 жаққа бір керемет айтылатын әңгіме ғой. Жоқ, олай емес екен. Олай сезінуіме себеп болған Мараттың бұл күйге қалай қол жеткізгені мен төсектегі дөрекі қимылдары болса керек.
жігіттері де сол күйі төбе көрсетпеді. Мен төсекте шалажансар жатқанымда келген оларды Марат қайтарып жіберсе керек. Оның үстіне жолдастары, қыздарым мазасызданбасын деп, менің олардың пәтерінен тіке туысқан ағамның үйіне кеткенімді айтыпты. Содан 2 күннен соң жатақханаға әйел болып оралдым. Бір жұма орнымнан тұра алмай, күйіп жанып ауырып, ешкімге көрінбей жатып қалдым. Қайран Қасым ауырып жатқанымды естіген бойда жетіп келді. Біресе алма, біресе айран сүт алып келеді. Менің жаным 100 жылға қартайып кеткендей, өмірдегі ең бір қымбат нәрсемді жоғалтқандай, басыма бір ақыр заман орнағандай күйде екенімнен хабары жоқ. Қыздарға ағамның үйіне барып, жеңгеме үй әктеуге көмектестім дегенмін. Олар мені моншадан кейін салқын ұстаған деп жүр. Мараттың қойнынан шыққаннан кейін жаным мен тәнімдегі ластан құтылайын дегендей моншаға тіке барғанмын. Бірнеше күннен кейін басымды көтеріп сабаққа бара бастадым. Бір күні Қасым: «Күләш, мен қарындасыма шубатон алайын деп едім. Оның дене бітімі сенікіндей, соны маған кигізіп көріп алсам», деді. Самал дүкеніне барып келейік деп өтініш айтты. Алдында Қасым командир болған студент құрылыс отряды жақсы ақша тауыпты деп естігенмін. Жерлесі Гүлнарға неге айтпаған екен? Екеуміздің фигурамыз бірдей ғой деп ойлағанмен ұсынысына қарсы болмадым. Қасыммен бірге дүкенге барып бірнеше тонды киіп көрдім. Өзі қымбат бағалы аң терісінен тігіліп, белінде теріден қынама белбеуі бар тонды кигенде Қасым: «Күләш, сенің денеңе құйып қойғанда екен, саған сыйлығым болсын, өз саған әдемі жарасады екен», деді қуанып. Мен не естіп тұрым дегендей аң-таң болып түрім бұзылып кетсе керек. Маған қараған Қасым: «Өзің арнап тіккенде екен» дей беріп еді. Мен өзімді ұстай алмай кеттім. Бұндай тон 50-ге келген менің шешемде де жоқ еді. Немене, мен сатып алғың келе ме? Сен қарындасым аламын деп едің ғой, маған қымбат тон алып беретіндей. Сен менің кім едің? Деп сол тонды киіп, тағы да 1 минут тұрсам, бір нәрсе жұғып қалатындай асығыс жүріп шешіп, дүкеннен жүгіре шығып кеттім. Неге екені белгісіз, көзіме толған жасты ешкімге көрсеткім келмеді. Өткендегі жағдайдан кейін ашуланшақ болып кеткенмін. Жүйкем жұғара бастаған ба, қит етсе көзіме жас толып жылауға әзер тұрамын. Түні бойы жаным азаптанып, ұйықтамай шықтым. Соңғы кезде жан дүниемде бір қатты шайқас жүріп жатыр. Шыққаннан кейін қатемді түсініп, сатушылардың алдында Қасымды ұятқа қалдырғаным-ай деп өзім өкіндім. 3 жұмадан асты, Марат жоқ. Ең алдымен өткендегі түннен кейін оның өзі хабарласуы керек деп шештім. Сол түннен кейін ол мен модадан шығып қалған көйлек секілді қажетсіз болып қалғанымды білдім екен. Гүлнардан Қасымның ешқандай қарындасы жоқ екен, өзінің 10 баланың ішіндегі кенжесі екенін білдім. Менен 100 есе сұлу, 100 есе ақылды қыздар жүр ғой, мені несіне жақсы көреді деп ойладым. Кешке Қасым келіп теннис ойнауға шақырып еді, шықпадым. Менің жаныма жара түскен сол бір түннен 1 айдан аса уақыт өткенде Марат келді. Мен өзіме де, оған да таң қалдым. Өзіме таң қалғаным, оны көргенде әдеттегідей қуанышым қойныма сыймай жүгірмедім, мойнына да асыла кетпедім. Оған таң қалғаным, мені көргеннен кейінгі сөзі: «Неге келмей жатырсың?» деді. «Аяғың жазылыпты ғой» деп не айтайын дегеніне түсінбей, бетіне сұраулы жүзбен қарап едім. Оның «Қыздар жігітпен бір қонғаннан кейін өздері жүгіреді» деген сөздерін естігенде не айтарымды білмедім. Соны айтқанда езуінде жеңімпаздың мысқылы пайда болды. «Неге?» деппін сасқанымнан. «Олар да қажет етеді» деп күлді. Аузыма ащы бір нәрсе түсіп кеткендей болды. Сол сәтте-ақ менің бүкіл өмірімді бірге өткізуге таңдаған болашақ жарым осы жігіт пе деген өкініш ойы қылаң берді. Менің пәктігіме көзін жеткізгеннен кейінгі ризашылықтың табы жоқ. Солай болуы заңды секілді, мен жүгіруім керек екен. Ол менің іздеп барғанымды күткен. Есімді жиып, енді бір нәрсе айтуды артық санап, бұрылып кете беріп едім. «Не, ренжіп қалдың ба? Жай әзілдегенім ғой. Бүгін пәтер оңаша, жүр қызыққа батамыз» деді. Қалайша осы жігітке мен 2 жыл бойы ешкімді тең көрмедім деп ойладым. Енді маған ешқашанда келме. Қалай? Солай. Күләш Абзалова деген қызбен жүргенде бұл жатақханаға жолауды да ұмыт. «Бір жолама? Шын айтып тұрмысың? Қыз дәуреңді маған сыйлап, не болды сонша?
Әзілді көтермейсің бе? Мен саған міндетті түрде үйленемін. Бұрын 2-3 қызбен болсам да, ешқайсысы қыз болмаған. Оның басқа не айтып жатқанын естімедім. Естуге шамам да келмеді. Құлақтарым тынып қалды. Жүрегімнің бір талшықтары бытырлап үзіліп жатқандай болды. Бірақ естіген соңғы сөзден кейін нақты шешімге келгенімді сездім. Нақты үйленетін дәлелдемек болған ол байқаусызда бет пердесін сыпырып алғанын сезбеді. Немесе оған мұндай өмір, мұндай ойлар қалыпты жағдай екен ғой. Я, пәктігімді саған сыйладым, бірақ мен қазір сені сүймейтінімді, қателескенімді білдім. Хош бол деп жүгіре басып кеттім. Тағы да бір тағдырдың соққысын алғанымды сездім. Мені өмір сүруге талпындырып, арманыма асықтырып, мақсатыма қол жеткізуге ұмтылдырып тұратын күштер мені тастап кеткендей. Жүрегім де, кеудем де бос, кеудем қуыс, миым тұман, басым жүрсем зірк-зірк етеді. Пәктігімнен айырылғанымның үстіне бой жеткелі, одан Маратты кездестіргелі, мәпелеп келген сезімім өлді. Мектептің соңғы жылында оқып жүргенде менің жұбайым сана сезімі, ақыл ойы биік адам болады деп армандайтынмын. Нағыз шынайы махаббатымды тапқанша басқа ешкімге еркек ретінде қолымнан да ұстатпауға, ердімнен де сүйгізбеуге өз-өзіме ант кеткенмін. Маратпен кездесіп, ол сезімін білдіргенде мен іздеген адамды кездестіргендей болғамын. Оған алаңсыз сенгенмін. Мені де сезім жолында жалын отқа ораған. Қай жерден қателік жібердім, неге бұлай болып деген ой басымды қаптап алып, басқа еш нәрсе ойламауға мұршам келмеді. Марат одан кейін бірнеше рет келгенмен шықпадым. Біраз уақыттан кейін осы қайғы, осы уайым аз болғандай, Маратпен өткізген оның биігінде болған 2 күн, 2 түн тағы да мені қайғыға алып келді. Мен жүктімін. Бұл тағдырдың маған салған қиындарының ең басы ғана екен. Махаббаттан қателесу бүкіл тағдырыңды өзгертіп жібереді екен. Ішім біліне бастады. Әзірге сырт көзге байқалмайды. Етек кірім тоқтаған. Ауылға баратын бетте ниетте жоқ. Шешемнің шашымды қолыма жұлып беретінін біліп, әрі жақсы ит өлігін көрсетпейді деп, мені білмейтін бөтен жаққа кетіп қалғым келді. Отбасы жағдайын сылтау етіп, оқуымды сырттай оқуға ауыстыратын болып, құжаттарымды дайындап, оқуға құр сүлдерімді сүйретіп барып жүргенімде жаңа жылда келіп қалды. Жалғыз менің басыма түскен ақыр заман кімге айтам? Жанымда оттай күйдірген сырымның шет жағасын Гүлнарға сездіріп, Шевченко қаласына барып жұмысқа тұра ойымды айттым. Оқуымды сырттай жалғастырып, жылына 2 рет сессияға келіп тұрамын дедім. Аяғымның ауыр екенін ойламақ түгіл, ол жайды өзімнен де жасырғым келді. Шевченкоға баруды шешкенмін. Сол кезде ол қала туралы ақшаны күреп алатын 25 000 адам жұмыс істейтін пластмасса зауыты бар екен. Сонда жұмыс қолы тапшы, әрі тауарлар мен тамақ жағын тікелей Москвадан қамтамасыз етеді екен деп, сол жақтың студенттері ауыздарының суырып айтатын. Сол жақта Гүлнардың әпкесі жұмыс істейді екен. Ол да бір кәдеге жарар, қысылсаң ұялма деп оның адресін берді. Жаңа жылға дейін кетіп қалуға асыққанмен уақыт-түйек жұмыстарым бітпей, әрі самолетке билет болмай, кетуім жаңа жылдан кейінге қалды. Бөлмеден шықпай бүк түсіп жатырып алдым. Еш нәрсеге жауқым жоқ, жүрегім айнып, әр нәрсеге көңілім шауып, жерік болғанымды ешкім сезбесе екен деймін. Ішімдегі баланың не істерімді білмеймін. Бала емес бір құбыжық үсіп жатқандай. Кейде ол құбыжықтың бет бейнесі Маратқа ұқсап кететіндей. Менің бірінші жауым сол секілді. Менің алаңсыз күндерімді құртқан, абыройымды төккен, бәрінен айырған бұл құбыжықты уақыт үлкеймей тұрып аборт жасату керек. Бірақ достарым, курстастарым, таныстарымның көзіне түспеу үшін ең алдымен Алматыдан кетіп, мені ешкім танымайтын жерге жетуім керек деп шештім. Біресе еш қиындықсыз ретін тауып осы қалада өлгім келеді. Басым қатты. Жақын облыстардағы студенттер секілді қасымдағы 2 қыз да жаңа жылға үйлеріне кетті. Бүгін бөлмеде өзім оңашамын. Кеше ғана ашық жарқын, бақытты жүргенімде маған айналамның бәрі ән салып, нұрын шашып тұрған секілді еді. Бүгінде басқаша, өзіміздің қыздар ғана емес, басқалар да көңіл аударып, біреулері мүсіркей қараса, біреулері өзіңе де сол керек деп табалап тұрғандай болады. Соңғы жұма бойы іздеген қасымға ұйықтап жатыр, жоқ деп айтыңдар деймін.
мен емес, басқалар күткен жаңа жыл кеші келді. Үміт деген жақсы нәрсе екен. Еш жақсылықтан үміттенетін жағдайым да болмаса да, жаңа жыл келген соң бір нәрсе өзгеретін секілді болады да тұрады. Ырду-дырду болып, әрі-бері сапырылысқан бір жұрт, бәрі көңілді. Жағдай жақсы студенттер жаңа жылға қандай көйлек тіктіретінін айтса, жағдай нашарлары үйлерінен келген посылкамен шаштарын қалай түйетіндерін айтады. Жалғыз маған ғана ешкімде ештеңе де керек емес. Бар арманым осы қаладан, осы жатақханадан тезірек кету. Жан баласын көргім келмейді. Ішімдегі күн сайын емес, сағат сайын өсіп келе жатқан құбыжықтан да өзімнен де жиіркенемін. Группалас көрші бөлмедегі қыздар бірінен соң бір келіп, жан жақтан жабылса да, мені ешқайда баруға көндіре алмады. Бір мойным босап қалғандай, өзімнің жалғыз қалғаныма риза сезіммен өзімді еркін сезініп, Гүлнар алып келген қатықты ішіп, кереуетіме жатып алып, бөлмедегі жарықты жақпай, тумба үстіндегі шаммен күнделік жазуға кірістім. Төменде жатақханада қалған студенттерге жаңа жылға арналған би маскарад болып жатыр. Бөлмеде ешкім жоқ деп жазып, есік сыртына іліп қойғаныма қарамастан, біреулер 2-3 рет келіп, есікті қақып көрді. Күнделігіммен сырласып, бар мұңымды соған төгіп жылап жатып, көзім ілініп кетіпті. Есікті жатақхананы көшіріп жіберетіндей тоқылдатумен қатар, көрші бөлмедегі Розаның: «Күләш, есікті аш, мен сенің бөлмеде екеніңді білем» деген базарлы дауыс естілді. Бұл арсыл-гүрсіл жүрісті дәу қара қызға есікті ашып құтылмасаң, жатақхананы басына көтеріп, әлі 2 сағат тоқылдатуға бар екенін біліп, амалсыз есік ашуға ұмтылдым. Оның үстіне секциядағы 4 бөлменің ыдыстары қай бөлмеде қонақтар келсе сонда көшіп кететіні бар. Оларға қонақтар келетін болған ғой, бұл аукциома. Есікті әлі ұруын тоқтатпаған Роза, адам деген сәл шыдамас па деп бұрқылдап барып амалсыз есік ашқанда, Розаның артында тұрған Қасымды көрдім. Оны Гүлнар ауылына кетеді деп еді, кетпей қалыпты. Аңқиып тұрып қалған мені Роза дәу денесімен қаға-соға ыдыстар тұрған шкафқа ұмтылды. Мен Қасымның тұмсығының астында есікті жаба алмадым. «Күләш, кіруге рұқсат ет. Мен сені жаңа жылмен құттықтай келдім», деді. Қасымның ыдыстарды алып шығып бара жатқан Розаға асқан бір ризашылықпен қарағанын байқадым. Ол болса жымың-жымың етеді. Не істерімді білмей тұрып қалып едім, Қасым ішке кіріп, есікті жауып кілтін бұрады. Баяғы Қасым. Маған қиын сәттерде менің қасымнан табылады. Табылмаса да сырттай қамқорлығын сеземін. Өткенде өзі спорттан жарысқа кетіп бара жатса да, Күләштің көңіл күйі болмай жүр екен. Көңілін көтеріңдер деп бөлмедегі 3 қызға циркке билет әкеліп тастап кетті. Сол циркте өнер көрсеткен бір жас жігіттің дайындаған номері менің есімде мәңгі қалып қойған. Арасында тақтайшалар қойып, бірнеше қатар қойылған цилиндрмен өнер көрсеткен жігіттің номері алғашысында өз деңгейінде шықпады. Әлгі жігіт 2-ші, 3-ші қайтара ойын көрсетті. 3-ші рет ойын жүзеге асыра алмаған жігітке көрермендер әуре болмай-ақ қой, ниетіңе де еңбегіңе де ризамыз дегендей қол соқты. Жігіт болса алған бетінен қайтар емес. Әйтеуір 5-ші рет дегенде қып-қызыл болып, үстінен термоншақтары төгіліп, номерді өз деңгейінде жасап шықты. Өзде риза секілді. Көрермендер де оның нөмерінен гөрі табандылығына риза болған секілді. Цирктен аз уақыт болса да сергіп оралдым. «Күләш, жаңа жылға жарты сағат қалды. Мына шампанды құятын кеселер бар ма?» деп қолындағы пакеттен бір шампан бөтелкесін шығарды. Мені жақсы көретін құс сүтінен жасалған бір коробка конфетті стол үстіне қойды. Ең соңынан бір тал қан қызыл түсті роза гүлін алып маған жақындады. Мен болсам бәрінен бұрын ұйпа-типа шашымнан жылап-жылап ісіп кеткен көздерімнен, боянбаған түрімнен, қыртыс-қыртыс киімімнен ұялып тұрмын. Бүгін ешкімді, оның ішінде Қасымды көрем деген ойым жоқ. Екеуміз де үнсіздіктен сол құтқарғандай, екеуміз де роза гүліне қарап қалыппыз.
Маңызы мен қадір жағынан жылдарға тұратын секундтар өтіп жатыр. Қасымның ыстық демі денемді балқытып, 62 тамырыма қан жүгіріп, ғажайып дәреккендей өліп қалған жаным мен тәнімде ыбыстық толқындар жүгіруде. Көзіме жас келді. Талай қызға арман болған абыройлы жігіт факультет қана емес, бүкіл университет қыздарының ішінде ең соры болып отырған менің қолымнан ұстауға бата алмай, кінәлі жас баладай алдымда тұр. Көзімдегі жас, жүрегімдегі сенім отаудың есігін ашып қойып, бар асылымды тонатып, ойнақтап жүріп от басып, орға түскен өкініштің жасы ма, қолыма түскен алтынды бағаламай, асыл мөлдір таза сезім дегенді қалай біліп, қалай таразылайтын, еш пәннен оқымай, таза мен ласты, адал мен жалғанды, ақ пен қараны нәпсі мен Қасымдай жігіттің пәк махаббатын ажырата алмай, қателіктің құрбаны болған өзімді аяу ма, әлде алдымдағы тұманды өмірге тіке қарауға қорыққаннан ба, әйтеуір білмеймін, көзімнен жас бұршақтап, қатты өкінішке жуынғандай болдым. Қасымды алғаш көргенде оның түр сипатын Маратпен салыстырып менсінбегенім есіме түссе, жерге кірердей аламын. Жас жігіттің көркі, оның дене мүсіні, сырт сипаты гитара мен домбыра тартумен емес, басқа нәрсемен өлшенеді екен. Бір қолымен иығымнан ұстаған Қасым төмен қарап тұрған менің иегімді көтеріп көздеріме қарамақшы болды ма, әлде мені батылсыздау сүймек болды ма? Көзімдегі жасты қалтасынан орамал алып сүртіп, жылама Күләш, қоя ғой, жақсылық алып жаңа жыл келе жатыр. Сен қанат дедің ғой, қанатың қайырылмасын, мойыма жаным, деп тоқтатты. Жаным деген сөзді алғаш айтты ма, өзде бір түрлі болып, көздері жыпылықтап, қызарып төмен қарап кетті. Аузынан еріксіз шығып кеткендей. Сол бір тәтті минуттарды мен арада өткен 20 жылдай уақыттың ішінде қайтадан басымнан талай рет кешкім келген. Дәл сол сәттегідей денем балқып тұрғым келген. Дәл сол сәттегідей жүрек түбінен шыққан сөздерді естігім келген. Сүйем деп бір ауыз сөз айтпастан бар болмысымен, іс әрекетімен сүйетінін сездірген адамды Қасымнан кейін кездестірген емеспін. Қанша тұрғанымыз белгісіз, бір кезде секцияға кірген адамдардың у-шу даусынан жүрегімізді жиғандаймыз. Көрші бөлмедегі розаларға қонақтар келген секілді. Жүр Күләш, бетіңді жуып келеміз, деп мені қолымнан ұстап, дәліздегі жуынатын жерге жетелеген Қасымды бөлмеге әрең қалдырып, бетімді жуып келсем, Қасым шампанды ашып, 2 кесеге құйып қойыпты. Маған ұсынған кесені, маған қиын кезде әркез Қасымнан табылатын Қасымға ризашылығымды қалай білдіреримді білмей отырған мен, ештеңе күтпестен, сен үшін Қасым, деп басыма бірден көтердім. Жанымның сыздаған жарасын шарап ішіп жеңілдеткім келген өз алдына ол үшін у-шуге тұратын жігіт екеніне көзім жеткен. Қасыммен бірге болу керемет еді. Оның қасында болсам, уақыттың қалай өткенін білмедім. Бөлмедегі радиоға жай ғана пластика қойып биге шақырды. Жеңіл, тез билейтін би ырғағы екеумізге де ұнамады. Әсіресе ол менің көңіл күйіме сәйкес келмейтін. Жай ырғақты немесе қалқып жүріп билейтін баяу музыка әуені жазылған табақшалар жоқ болып шықты. Күләш, біз өз жанымыздың музыкасын тыңдайық, деді. Мен ішімнен өзімді Қасыммен билеуге де тұрмайтын жанмын деп жазғырғанмын. Оның ұсынысын үнсіз құптаудамын. Жан тәнімде өмірге деген құштарлық оянып келе жатқандай. Маратпен болған жағдайдан кейін мен үшін өмір деген бітіп қалғандай көрінген. Жоқ, олай емес екен. Мен аялайтын, құштарлықпен құшатын Қасым, Мұхтар Шаханов ағамыздың жұбайлар жырын ыңылдап айтып, сол әннің әуенімен бөлме ішінде қалғып жүрміз. Әжептәуір құлаққа жағымды дауысы бар екен. Арасында өлең сөздерін анық даусын шығарып айтуда. Құстың қос қанатындаймыз, бірге ұшып барамыз болашаққа, дейді.
Мен оның жанының музыкасына құлақ салдым. Мен сені сүйем, Күләш. Басқа қыздардың алдында патшадай болып жүретін басым сенің алдыңа келгенде жап-жас бозбаладай сөз таппай қалам дейді. Сені өмірде бетіңе шаң тигізбей алып жүрейін. Сені жан тәніммен сүйем ғой. Қалайша сезбейсің күнім. Онымды талай рет дәлелдеуге тырыстым емес пе? Мен сенің жүрегіңмен, жан тәніңмен мендік болғаныңды қалайым дейді. Қайран Қасым, мен естіген сөздер менің Қасымның үні. Екеуміз де үнсізбіз. Ауада тұрған жанымыздың бір-бірін түсінген әппақ аққу сезімін үркітіп алудан қорқатындаймыз. Оған риза болғаным қолымды ұстағаннан басқа барған жер жоқ. Сүйуге де ұмтылмады. Көрші бөлмедегі музыка мен у-шу түннің бір уағы болса да басылар емес. Қанша уақыт өткенін де білмеймін. Минуттар, сағаттар өтіп жатыр. Менің де жаным жарқырап, ұзақ меңдеген ауыр науқастан жазыла бастағандаймын. Бірге болып, бірге өмір сүрмесең де, қасымдай жігіттердің осындай асыл сезімі үшін өмір сүруге тұратынын ұққандаймын. Осы түннен бастап өлім туралы ойламайтын болдым. Ойыма бір күш құйылып, еңсемді көтере бастадым. Бірақ мен ешқашан Қасымның әппақ махаббатының иесі бола алмаймын. Оған тұрмаймын деп бірақ кестім. Қасым бөлмеден кетерде ауылына 3-4 күнге бір жағдайлармен баратынын айтты. Есіктен шығып бара жатып, Күләш, енді жылама, мойыма, сен қанаттысың ғой, деді тағы да. Мен оның жыламасын түсінгенмен, сен қанаттысың ғой, қанатың қайырылмасын деген сөздермен не айтқысы келгенін түсінбедім. Неге екенін білмеймін, шығып бара жатқанда оқыстан бетінен сүйіп алдым. Оның сол кездегі жүзін көрсеңіз ғой. Күтпесе керек сәл-пәл таңырқап тұрып қалды да, менің бетінен сүйіп алғаным миына жеткен кезде жүзін шуақ жапты. Бетінің әр молекуласы, әрбір атомы мен бақыттымын дегендей ат ойлап тұрды. Ол шаттана күліп, бұрылып қайта кірмекші болып еді. Есікті тез жауып кілттеп алдым. 2 күннен соң, ол кезде Украина халқының ұлы ақынның атымен аталатын ақ шаңды үйлері бар Каспийдің жағасындағы мен басқа бір қалаға кеттім. Таныс, дос, жолдас деген жақсы ғой. Гүлнардың әпкесінің арқасында хат хабар тасушы болып жұмысқа орналастым. Жатақханадан орын алдым. Алматы туралы да, Қасым туралы да ойламауға тырыстым. Ішімдегі құбыжықты не істеймін? Аборт жасатам ба десем, алғашқы баласын аборт жасатқандар көп жағдайда соңынан бала көтеруге қабілетсіз болады дейді. Туып содан кейін перзентханада сәбиінен бас тартқандарды білемін. Біздің жатақханада тұратын 2 қыз солай жасаған. Соңынан олар түк болмағандай оқуларын жалғастырған. Осы 2 жолдың қайсысын таңдаймын деп миым қатты. Жүріс-тұрысым күннен күнге тыңдап алды. Сосын терең бір дем алып, қасқыр екеш, қасқырда баласын қастық қылмайды, аборт жасамайсың деді. Себебі алғаш баласын аборт жасатқандардың бәрі пәлен пайыз бала көтере алмай қалады деді. Бірақ ол балалы болсам жатақханада тұру мүмкіндігінен айырылатынымды, әрі дүниеге келген баланың қандай бала болатынын білмеді. Неге күйеуге тиіп алмайсың? Қол аяғың балғадай, денің сау, әрі әдемісің деді. Оған не деп жауап берерімді білмедім. Содан кейін апай мені бір көзіне ақ түскен, онысынан ыңғайсызданып қара көзілдір киіп жүретін Әмір деген 30-дар шамасындағы жігітпен таныстырды. Ол мені бір көргеннен ұнатты. Ал маған бәрібір еді. Толқынмен қай жағаға лақтырса, сол жағалауға шығып жата беретін заттай болып қалғанмын. Мен өмірдегі маягымнен айырылып қалдым. Не болса да ішімдегі құбыжықтан құтылайын, қалғанын көре жатарым деп ойладым. Содан мен 1 ай көлемінде Әмірге тұрмысқа шықтым да жатақханадан шығып кеттім. Арамызда махаббат жоқ, тек үнсіз келісім бар еді. Бәрін реттеген Гүлнардың әпкесі. Ол мені шақырып алып, Әмір жақсы жігіт, осыған дейін басыңнан өткен нәрсе өтті, кетті. Енді ең алдымен оған адал бол, екіншіден азамат басын сыйла, үшіншіден қандай қиындық болса да онымен бірге көтер, төз, шыда деді. Мен ол апайға да Күләш, сенің балаң менің балам деген Әмірге де өте риза болдым. Ол әйелмен 10 жыл тұрып бала болмаған, ал әйелі 2 жыл бұрын ракпен ауырып қайтыс болған деді.
Әмірдің әке-шешесі кіші баласының қолында тұрады. Әмір екеуміз оңашамыз. Ата-енемнің жағдайлары жақсы. Менің шешеме қарағанда ауқат тұрады. Құдалардың алдынан өтіп қайтамыз деп еді. Кейінірек деп өзім тоқтаттым. Ашулары басылсын деп ойладым. Әрі олардың дәл қазір құда күтетіндей жағдайлары жоқ екенін сеземін. Әмір, оқуыңды оқып бітіріп ал, диплом қандай жағдайда да керек деп Алматыға барып құжаттарымды алып туралап жақын жерден оқы деп Гурьевке ауыстырды. Бала туғанша істейін дегеніме қарамастан жұмыс ауыр деп поштадан шығарып алды. Жастайымнан қара жұмысқа пысып қалған маған жұмыстың еш ауырлығы жоқ еді. Шевченкода көше деген атымен жоқ, қала мөлтек аудандарға бөлінген. Таксиге отырсаң мөлтек ауданы мен үй номерін айтсаң, дәл үйіңнің ғана емес, есігінің алдына дейін әкеліп тастайды. Сабақтарыма әзірленемін. Әмірге үйренгенің өзіңе жақсы, істегенің бізге жақсы. Бір өнер көрсең, үйрене бер деп өсірген әжемнің тәрбиесі бойынша үйренген палау мен лағман, нан салма, нарын жасап берсем, ата-енем келгенде олардың сүйік тастары бесбармақ пен боршын да бабына келтіріп әзірлеп беремін. Күндер солай өтіп жатты. Өмірім бір арнаға түскен секілді. Әмір мені қатты еркелетіп, күнім жақындаған сайын алақанға салып әлпештеумен болды. Өзі 15 күн жұмыс істеп 15 күн демалады. Демалысында ас-түсіме түсіп қасымнан қалмайды. Жұмысқа кеткенде туыстарын тастап кетеді. Кешке екеуміз Каспийдің жағасына шығып серуендеп қайтамыз. Шаңқылдап шарқылдап, әлде не іздегендей теңізге төсін төсей аймалай, жаны тынбай ұшқан шағалаларға қарап өз жаныммен бір үндестік табамын. Маған қазір махаббат та, сезім де, романтика да керек емес еді. Әмір екеуміздің арамыздағы бар қатынас сыйластыққа құралған. Мен басымда баспана, жылы үй, жарық үйім, алдымда тамағым, менің жайымды ойлайтын күйеуім бар. Соған шүкіршілік еттім. Басқа ештеңе керек емес еді. Арасында шешем мен бауырларыма сәлемдемелер жолдап, риза етіп қоямын. Босанатын кезімде жетті. Атам мен қайын әпкелерім бәрі шұбырылып, босанбай жатып перзентханаға келіпті. Көптен күткен қуаныштар екен көрініп тұр. Бөтеннің баласы екенін қайдан білсін, немерелі боламыз деп мәз-мейрам. Тіпті Әмір де ұмытып кеткендей, ал мен ұмыта алар емеспін. Жоқ, ұмытпаймын. Ұл туғандағы қуаныштарын көрсеңіз, менің оларға қарауға бетім жоқ. Олар келсе де, Әмір келсе де, басым ауырып жатыр деп көзімді жұмып жатып алам. Ал шынын айтқанда, олардың алдында қылмыскердей сезінемін. Тіпті баланы емізбеймін де. Оны естіген Әмір алдында 2 рет келіп кеткеніне қарамай, кешке 3-ші рет келіпті. Коридорға шығып сөйлегенде, оған сенің балаң емес, алмайым дедім. Ішімнен егер бұл құбыжық болмағанда қасымға тиер едім деп ойладым. Ішімнен шыққан баланы жауым секілді көргім де келмейді. Әмір өзіне бала керек екенін, ол баланың менің ішімде жатқаннан ақ жақсы көретінін, себебі оның шешесін, яғни мені жақсы көретінін, ұнатқанын, әке-шешесінің қандай қуанып жүргенін, баланы көргенін, шекесі торстай ұлы екенін, тіпті зиянды өндірісте көп жыл жұмыс істеген соң өзінде бала болмауы мүмкін екен-ау деп қауіптенгенін де айтты. Бұл ісіңді басқаларға қалай түсіндірмексің? Ол бала екеуміздің ғана құпиямыз. Бала саған керек болмаса маған керек. Баланы алмасаң үйге келмей-ақ қой деп ренжіп кетті. 2 емшегім сыздап, мұндай сүтті боларын болмасын білмей сауымен болдым. Ертеңіне бас дәрігер, сәбиді туғызған дәрігер қиналып босанған деді. Психологты жіберіпті. Оның менімен әңгімелескеннен түк нәтиже шықпады. Сәбилерді аналарына емізуге әкелгенде мен тағы да баланы емізбеймін, қолыма да алмаймын, қорқамын дедім. Көрпені басыма орап, бүк түсіп жатыр едім, баламды алмаймын деп Әмірге айтқанмен басқаларға айта алмадым. Бірақ өзімді қанша зорласам да баланы алу ойымда жоқ болатын. Елеусіз ғана оқиға өтті. Ертеңіне перзентхананың дәлізіне шығып, демалысқа келу тиіс Әмірді сұрап, қайнымның үйіне